Сәлем достар, бүгінгі сабағымызда адам денесінен өлшем алуды үйренетін боламыз. Адам денесінен өлшем алу киім тігу үшін ең маңызды қадамдардың бірі. Дұрыс алынған өлшем киімнің денеге әдемі және ыңғайлы отыруын қамтамасыз етеді. Жалпы өлшем алу ережелері: өлшемді іш киіммен немесе жұқа киіммен алу керек. Қалың киім өлшемнің дәлдігін бұзады. Өлшенетін адам тік, табиғи қалпында тұру керек. Артық еңкеймеу, кеудені қатты тік ұстамау маңызды. Өлшеу үшін жұмсақ сантиметрлік таспа қолданылады. Сантиметр денеге тығыз, бірақ қыспайтындай тартылуы керек. Өлшемді толық, екі жақты және жартылай айналым алу керек. Және кеуде айналымы толық, иық ені жарты өлшеммен алынады. Негізгі алынатын өлшемдер: бой, тік тұрған адамның төбесінен өкше арасына дейінгі өлшем. Екінші, кеуде айналымы, кеуденің ең шығыңқы тұсымен айналдыра арқанды қамтып өлшенеді. Үшінші, бел айналымы, белдің ең жіңішке жерімен тартып немесе бос қалдырып өлшенеді. Төртінші, мықын айналымы, жамбас айналымы, мықынның ең кең жерінен айналдыра өлшенеді. Алтыншы, иық ені, бір иық сүйегінен екінші иық сүйегіне дейінгі өлшем. Келесі өлшем бізде жең ұзындығы, иықтың, білектің, қол ұшының соңына дейін өлшенеді. Видеороликте Любакс методы бойынша өлшем алатын боламыз. 6 өлшем аламыз және осы 6 өлшеммен біз бір тұтас лекаланы шығаратын боламыз. Осы картинкада көріп тұрғаныңыздай екі қолымызбен иықты ұстаймыз және осылай қолтығымыздың ең төменгі жерінен екінші жақ ең төменгі жеріне дейін өлшейміз. Шыққан санды 10-ға бөлетін боламыз. Сол кезде бізде норма крут шығады. Бізде мысал үшін 50 шықты деп алайық, 50-ді 10-ға бөлеміз. Бізде 5 норма. Енді балалар үшін, енді олардың көкірегі болмағаннан кейін обхват груд, көкіректі айналдыра өлшейміз және сол шыққан санды 20-ға бөлетін боламыз. Ал норма бедрені өлшейтін болсақ, айналдыра бөксені өлшейміз және шыққан санды 20-ға бөлеміз. Осы ең маңызды жері норма груд, норма бедраны тауып алсақ, бізде лекаламыз өте әдемі, денеге қонымды болып шығады. Мысалы, бізде бөксе айналымы 100 см шықты, оны 20-ға бөлдік, 5 норма. Біздің бөксеміз 5 норма. Любакс әдісі қазіргі заманғы киім үлгілеуде жиі қолданылатын, дене пішінін ескеретін, әрі дәлдікке негізделген өлшем алу және пішу әдісі болып табылады. Бұл жүйе бойынша өлшем алу киімді адамның нақты анатомиясына сай етіп тігуге көмектеседі. Любакс әдісі бойынша өлшем алу ерекшеліктері: дене құрылымын жеке ескеріп, киімді адамға нақты келетіндей етіп пішуге мүмкіндік береді. Стандартты емес фигураларға да дәл пішім жасауға болады. Классикалық пішімдерге де, заманауи үлгілерге де сай келеді. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.